Әкем қойған көрініс цирктен де керемет болды. Чарльз Чаплин. Әйгілі комикс актері Чарльз Чаплин өз сұхбатында былай дейді: «Мен жас бала едім. Әкем мені циркке апарды. Билет алу үшін ұзын сонар кезекте тұрдық. Алдымызда бір әйел мен күйеуі 6 баласымен кезекте тұр. Ескі киімдерінен олардың кедей отбасы екені көрініп тұрды. Ал балалар циркке келгеніне сондай қуанышты еді. Олардың кезегі келді. Әкесі билеттің бағасын сұрады. Билет бағасын білген соң, әкенің жүзі өзгеріп, ұяттан өртенді. Күйеуі әйелінің құлағына бірдеңе деп сыбырлады. Олардың билетке ақшасы жетпейді. Балалар әкесіне жалбарына қарады. Осы кезде әкем қалтасынан $20 шығарып, әдейі жерге тастап, алдында тұрған балалардың әкесіне: «Мырзам, ақшаң түсіп қалыпты», деді. Әлгі кісі әкеме қарап, жердегі ақшаны алды да, көздеріне жас толды. Оның рахмет деген дірілдеген даусы үнемі құлағымда жаңғырып тұрады. Бұл менің өмірімдегі ең керемет көрініс болды. Олар циркке қуана кірді. Әкем мені қолымнан жетектеп, кезектен шығарды. Өйткені әкемнің сол кісіге берген $20 басқа ақшасы жоқ еді. Мен әкемді мақтан тұтамын. Өйткені сол күні әкем маған өмірімнің соңына дейін өмірімді өзгерткен 2 минуттық тамаша көрініс қойды. Сол күні көрген сахна мен көре алмаған цирктен де керемет болды деп ойлаймын. Аударған Мейіржан Әуелханұлы. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.